Асқақтай бер Астана. Петропавлдағы солтүстік жұлдызы саябағына жиылғандардың тілегі осы. Кешке мерекелік концерттік бағдарламаға облыс тұрғындары мен қала қонақтары көптеп жиналған. Астананың 18 жылдығына арналған жастар музыкалық кешінде көтеріңкі көңіл күй болды. 2,5 сағатқа созылған концерттік бағдарлама жұртшылықтың көңілінен шыққан. Жастарға арналған бағдарламаға шақыртылған Азия Саунд тобы әндермен басталды. Концерт барысында өнер ұжымы 1,5 сағатқа жуық өнер көрсетті. Тек жанды дауыспен ғана әндерді орындаған ансамбль мүшелері халық арасында танымал ретро және жастар әндерімен қатар Астананың туған күніне арналған тың туындыларын тарту етті. Елордамыз Астана күнінің осындай тамаша мерекелік кешінде өнер көрсетіп жатырмыз. Біздің тобымыз өзіміз облыстық филармонияда жұмыс атқарамыз. Азия Саунд вокалды, инструменталды аспаптық топ. Репертуар әртүрлі жастарға да арналған, орта жастағы кісілерге де арналған. Сонымен бірге концерт барысында қаланың ең танымал деген өнер ұжымдары әннен шашу шашты. Барлығы да халықтың көңіл күйін жандандыруға тырысқандарын айтады. Облыс орталығындағы Алакөл жағалауына жиналғандар ел астанасымен мақтанатындарын білдірді. Солтүстік жұлдызы саябағына жиналған мыңдаған көрермен бас қаланың гүлденуін тіледі. Еліміздің бет-келбеті саналатын елордамыздың дамуы кемелдене берсін дейді. Ал концерттік бағдарлама соңы мерекелік отшашумен аяқталды.